Телеграм каналдар, басқа да әлеуметтік желілер бар. Солардың барлығында әртүрлі уағыздар, оны кім айтып жатыр. Енді діни ұйымдар болса да өздері мемлекеттен бөлек болғаннан кейін өз қазанында өздері қайнап жатыр. Батыл қадамдарға бару. Егер қазір біз батыл қадамдар жасай алмайтын болсақ, ертең өскелең ұрпақтың алдында өте үлкен бір проблема қалдырамыз. Террорист болса, сол жердегі ортаның бәріне қауіп төндіреді. Yani құқықтық бір статус берілмегеннен кейін, онымен азаматтардың бел шешіп кірісуі де қандай да бір жауапкершілікке тарту да қиын. Радикализм кетіп қалған азаматтармен біз құқықтық шеңберде қатаң күресуіміз керек. Құрметті көрермен, қауіпсіз мемлекет бағдарламасына қош келдіңіздер. Сіздерге өткен бағдарламада уәде бергеніміздей, белгілі дінтанушы, теолог, Кеңшілік Тышқанұлымен сұхбатымызды жалғастырамыз. Кеңшілік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Жақсы, Кеңшілік мырза, осы 14 наурызда өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы елімізде дін бостандығына кепілдік берілген, бірақ жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды деді. Демек, бұл тұрғыда жүгенсіздік, тәртіпсіздіктің орын алып отырғаны бар ғой. Бақылау деген дүние, дін сенім бостандығы деген дүниені басында енді 92 жылы дін сенім бостандығы туралы заң қабылданғаннан кейін азаматтардың жаппай дінге бетбұрысы, ағымдардың жаппай таралуы, шетелдерге барып білім алу деген үрдіс жаппай қаптап кетті ғой. Сондықтан да бұл нәрселер мемлекетке, елге оралғаннан кейін де қалай болса солай уағыз айту, қалай болса солай жаңағы көпіріп сөйлеу, содан кейін діни ағымды идеологиялар тарату, қазір телеграм каналдар, басқа да әлеуметтік желілер бар. Солардың барлығында әртүрлі уағыздар, оны кім айтып жатыр, оның қандай да бір рұқсаты бар ма, жоқ па. Енді діни ұйымдар болса да өздері мемлекеттен бөлек болғаннан кейін өз қазанында өздері қайнап жатыр. Ал енді оны реттейтін жалғыз жаңағы мекеме, ол мемлекеттік мекемелер ғой. Сондықтан да жүгенсіздік деп отырған мәселе сол, яғни еркіндікті сезінгеннен кейін олар еркін өздерін солай жаңағы көрсетуге тырысады. Сол себепті де әр азамат, дінді ұстанушы азамат, дін тұрғысынан өзінің дінін жарыққа шығарушы азамат. Енді бізде мынандай нәрсе ғой, дінді жарыққа шығару, дін ұстануды әркім өзі біледі деген кезде бұның шекарасы белгіленбеген. Соны жаңағы әр азамат, мысалы бір тренер өзі бір спорт орталығын ашып, күрес орталығын ашып, сол жерге балаларды қабылдайды. 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты балаларды қабылдауы мүмкін. Ал одан кейін ол не істейді? Ол тек қана спортқа дайындап жатқан жоқ қой, ол жаңа демалған уақытында, белгілі жаттығулар уақыттарында өзінің санасындағы идеологияны балаларға сіңіреді, форманы сіңіреді. Бұны ешкім қадағалап отырған жоқ. Бұл сен неге бұны ашып отырсың? Бұның мақсаты не? Балаларға сен не үйретіп жатсың? Бақылау өте қиын ғой. Бақылау өте қиын. Өйткені ол залдың ішінде не істеп жатқанын ешкім қадағалап тұрмайды. Ол былай қарасаңыз күреске үйретіп жатыр. Ата-аналар ол баламды мен күреске бердім деп отыр. Бірақ оның тренері жаңағы теріс ағым өкілі болатын болса, ол тек қана күрес емес, өзін жамақ. Радикал болып шығуға жол емес. Радикал болып шығып жатыр. Содан кейін мына жерде сотталған азаматтарда да осы нәрсе бар. Әртүрлі басқа баптармен сотталады, түрмеге түскен кезде радикалдардың қасына түседі. Шыққан кезде ол радикал болып шығады. Жаңағы мүлде басқа бір алаяқтықпен болмаса бір ұрлықпен тағы басқамен түскен азамат шыққан кезде радикал болып жаңағы сақалы қауғадай болып шығады. Одан кейін онымен теологтар жұмыс істеуге тура келеді. Ол кезде де оны бақылау өте қиын. Өйткені ол құқықтық тұрғыдан алған кезде оған ешкімнің баруға қақысы жоқ. Негізделмеген ешқандай жаңағы біреудің үйіне барып сөйлесуге, территориясына кіруге деген сияқты. Сондықтан да былай қараған кезде біз өзіміздің қолымызды өзіміз байлап отырған сияқтымыз. Сол үшін бұның барлығы заңмен реттелуі керек. Киім мәселесі болсын, дін уағыздау мәселесі болсын, діни атрибуттар мәселесі болсын. Бізде біраз заңнамаларға өзгерістер турасында ұсыныстар жасалған, бірақ олар әлі қабылданған жоқ. Бұлар неге қабылданбай жатыр? Кімнің мүддесі бар деген сияқты. Сондықтан да бұның барлығын егжей-тегжейлі қарап, жаңағы президенттің мемлекет басшысының айтқан сияқты бейберекетсіздіктің алдын алу керек. Және кейбір кездерде мен ойлаймын, батыл қадамдарға бару керек. Егер қазір біз батыл қадамдар жасай алмайтын болсақ, ертең өскелең ұрпақтың алдында өте үлкен бір проблема қалдырамыз. Ол діни бөлшектену. Оның орасан зардаптары бар. Өйткені таяу шығыстағы практикалардан қарап отырсаңыз, діни жамағаттарға бөлінген азаматтардың күресін тудыру арқылы сол жерде үлкен бір хаос орнады. Яғни идеологиялық топтарға қару-жарақтар беру арқылы бір-біріне қарсы айдап салу. Шииттар, сүнниттер, танысы шииттардың арасында ағымдар деген сияқты. Болмаса жаңағы сүннитті топтардың арасындағы текетірес деген сияқты. Соның барлығы бізде қазір енді жаппай бір белең алып жатыр деп айту қиын. Радикал топтардың саны аз ғой. Бірақ қалай болмаған кезде де
бұл нәрсе болашақта орын алу қаупі бар. Үлкен қауіпке келуі мүмкін. Үлкен қауіп келуі мүмкін. Өзі радикализм, терроризм деген дүниенің саны аз деген де өлшеуге болмайды. Өйткені ол жерде бір адам террорист болса, сол жердегі ортаның бәріне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан да мемлекет басшысының айтып отырғаны, бұл кезек күттірмейтін және уақыт келген толғағы жеткен дейді ғой қазақ. Мәселе негізі. Ал енді қазір президент аузынан шыққаннан кейін іс жүзінде қалай жүзеге асады, қандай заңнамаларға толықтырулар енгізіледі, қандай шешімдер қабылданады және қандай нақты батыл қадамдар жасалады, бұл жағы әзірге белгісіз. Бірақ проблема бар. Проблемалар жаңа айтып отырмыз. Ал олардың тетіктері, құқықтық тетіктері бізде қалыптаспаған. Радикализация деген жұмыс бар, а радикализацияның құқықтық негіздері жоқ. Радикализм деген бар, оның негізі жоқ. Деструктивті деген бар, қолданамыз күнделікті сөзде, бірақ заңда жоқ. Ондай болатын болса, дәстүрлі емес деген сөз бар, ол дәстүрлі емес заңда қарастырылмаған. Яғни құқықтық бір статус берілмегеннен кейін, онымен азаматтардың бел шешіп кірісуі де қандай да бір жауапкершілікке тарту да қиын. Айқындай алмай отырмыз ол заңнамалықта. Енді Көкшет мырза, енді сіз өзіңіз қаншама жылдар бойы білім беру ордасында қызмет атқарып келесіз, көптеген ғылыми зерттеулер жүргізіп жүрсіз. Енді жат діни идеологияларға қарсы иммунитетті қалай қалыптастыру төңірегінде жалпы ғылыми зерттеулер бар ма? Қалай тосқауыл қоюға болады? Әлемдік тәжірибе не дейді? Отандық зерттеу не дейді? Енді менің ойымша радикализмнің алдын алуға бағытталған керемет бір тәжірибесі бар. Осы мемлекеттің тәжірибесі керемет деп айту өте қиын. Өйткені радикализм, терроризм, экстремизм әлемнің кез келген дамыған немесе дамушы немесе артта қалған мемлекеттердің территориясында болып жатады. Сол үшін де міне осындай мемлекеттің қолданған тәсілі өте уникалды деп айту өте қиын. Неге десеңіз, радикализмнің немесе терроризм, экстремизмнің жарыққа шығуын ешкім нақты деп басып бөлу қиын. Бізде белгілі бір ұйымдардың, ағымдардың тарапынан жүзеге асатынын білеміз, бірақ ол қай уақытта кімнің тарапынан нұсқалатынын да анықтау өте қиын. Сол үшін де жаңағы әр мемлекеттің өзінің бір күрес тәсілдері бар. Мысалы Европада бұларды белгілі бір құқықтық жолмен жауапкершілікпен жаңағы жазасын өтеу түрінде жүзеге асады. Оңалту жұмыстары деген дүние бізде көбірек қарастырылған. Яғни құқықтық мемлекетте заңға сай немесе заңға қайшы деген екі ғана ұғым бар. Сол деңгейде жұмыс жасалады. Кейбір мемлекеттерде мынау радикалды не болмаса осыларға қатаң бір жаңағы шетін көзқарастағы мемлекеттерде қатаң жазалар жасалуы да мүмкін. Мысалы жаңағы Сириядағы жазалар мен Ауғанстандағы бір жазаларды біздің мысалы Европадағы, Германиядағы, Франциядағы жазалармен салыстыруға келмейді. Оларда жаңағы өлім жазасына кесе салуы да мүмкін. Өйткені ол қандай да бір салдары өте зор асан болған. Ал Европада бұл жаңағы сот түрінде жазасын өтеу. Бізде сот түрінде жазасын өтеу мен оңалту жұмыстары қатар жүріп отыр. Ескерту жұмыстары қатар жүріп, бетін бері қарату, райынан қайтару жұмыстары жасап отыр. Бірақ бұл қаншалықты нәтиже беріп жатыр. Сондықтан да бізде жаңағы айтып отырмын ғой, құқықтық салмақтылықты нығайту керек, күшейту керек. Яғни азаматтар, әр азамат түсіну керек, мен теріс ағымға бет бұратын болсам, мені осы заңда осы нәрсе күтіп тұр деген. Ол нәрсені сезінбегеннен кейін, ол менің діни сенім бостандығым деп ойлайды. Сондықтан да енді бізде өзі бағытымызды айқындап қойған мемлекетпіз ғой, біз құқықтық мемлекетпіз. Оны басқа жолдармен жаңағы гуманитарлық жолмен, гуманды жолмен түсіндіру, жанашырлық жолмен, мемлекет жаңағы кешірім жолмен, Сириядағыларға алып келіп қайтадан оңалту жолмен қаншама жасап жатыр. Бірақ бұл ұзаққа шексіз созыла беретін процесс деп айтуға болмайды. Яғни әр азамат өзі түсіну керек, мен радикализмге бет бұратын болсам, теріс ағымдарға түсетін болсам, мемлекетте мен осындай кедергілер болады. Кәсіп жасайтын болсам, мемлекеттің тарапынан маған осындай қиыншылықтар болады деген адам сезіну керек. Сол кезде ол белгілі бір деңгейде дұрыс бағыт ұстануға мүдделі болады. Немесе теріс бағыттағы азаматтардан аулақ болуға тырысады. Ертең өмірімде проблема болады. Мектепте бала шағам осындай проблема. Бізде ондай нәрсе жоқ қой. Сол үшін де теріс ағымды ұстанып та жаңағы емін еркін өмір сүре беруге болады. Онда ол ертең біздің конституциямызға қарама қайшы, наным сенім бостандығымызға қарама қайшы деген уәжіптер тумай ма? Жоқ, қарама қайшы болғанда қалай? Саяси мүддесі бар, геосаяси мүддесі бар, сосын ішкі рухани мүддесі бар. Мен ойымша әр мемлекет, мысалы бізде мына мәселе бар ғой, мемлекет пен дін бөлінген деген дүние дәстүрлі бағыттағы дінді мемлекет дәріптемейді деген мәселені алып келеді. Мемлекет дәстүрлі бағыттағы дінді дәріптемеген кезде
жастардың діни ағымға кету процестері жүзеге асып жатыр ғой. Ал не мемлекет қолмен жасалу керек, не болмаса халық өзі тауып алады деген сияқты. Сондықтан да мысалы көрші Ресейдің өзінде жаңа өзіңіз айтқан мектептерде православие мәдениеті мен тарихы дегенді оқытып отыр. Оқытып отыр. Оқытып отыр. Ал олар неге оқытып отыр? Өйткені олар сол арқылы өзінің менталитетін, руханиятын, ал Ресейде зайырлы мемлекет. Неге православие мәдениеті мен дін тарихын оқытып отыр? Не болмаса Европада әрбір конфессия мемлекетте өзінің доминанты, өзінің рөлі бар ғой. Сол конфессияларға неге олар жаңағы мүмкіндік беріп отыр? Солармен саяси келісім жасап отыр. Демек олар да сол өзінің ішкі халқының рухани бөлшектенуін қаламайды ғой. Ал біз неден қорқамыз? Бізге келген кезде басқаша тосқауылдар неге көп. олар демократия болып қалады? Басқа тосқауылдар болып қалады. Немесе діни сенім бостандығын шектеу болып қалады. А бізде неге? Бізде де мемлекетті құрушы ұлт бар ғой. Оның мүддесі бар ғой. Оның тұтастығы бар ғой. Мемлекеттің ертең болашағы бар ғой. Сондықтан да мемлекет бұл жағынан жалтақтамау керек деп ойлаймын. Көрші мемлекеттерді. Енді мысалы Азия мемлекеттерінің ішінде де өзінің құндылықтарына баса мән беріп отырған мемлекеттер бар. Мысалы Өзбекстан сияқты. Оларда мысалы саяси жағынан мүмкін экономикалық жағынан кейбір зардаптар көрген шығар кезінде. Бірақ рухани жағынан бізден қарағанда алға жылжып медицина тұтастық жағынан кезінде олардың алдын ала алды. Ал біз қазір мынаған алдын алсақ мынау ренжиді, мынаның алдын алсақ мынау ренжиді деп отыра берген кезде халқымыз бөлшектеніп бара жатыр. Халықаралық ұйымдардың көзқарасына қараймыз, біріккен ұлттар ұйымының тағы басқа ұйымдардың көзқарасына жалтақтап отырған жағдайымыз бар. Ал олар қарап отырған жоқ. Олар қарап отырған, олар оңайлап отырған жоқ. Сондықтан да біз өзіміздің мүддемізді жаққа шығарып, соны істеуіміз керек. Мүмкін кейбір жаңағы экономикалық кейбір нелер болуы мүмкін, енді оны біз білмейміз ғой, жалпы халықаралық қатынастарда қандай келісімдер бар. Бірақ қалай болмаған кезде де рухани мүдде ол экономикалық мүддеден жоғары тұру керек. Өйткені рухани тыныштық болмаған кезде экономикалық жетістіктер ештеңе жарамайды. Бір күнде жалғыз күнде мемлекеттің тасталқан болуы мүмкін. Ал мемлекеттің ішкі дүрдараздық туындауы экономикалық тұрғыдан бәлен жылға адам мемлекетті кейін шөгеріп тастайды. Сондықтан да осы нәрселерді менің ойымша қажетті органдар мен қажетті азаматтардың санасына жету керек деп есептеймін. Әрине, сөзіңізбен толықтай келісем. Енді мынандай бір тағы бір сұрақ, енді сіз дінтанушы, теолог мамансыз ғой. Қазір ғалымдар арасында ханафиттік бағыттың радикалдану үрдісі байқалып отыр дейді. Қауіп тек псевдосалафизмде ғана ма? Бұл да жаңа белең алып келе жатқан қауіпті тенденция емес пе? Енді өзіңіз білесіз, дін саласын зерттеу жүрген Талғат Жақиянов бар. Сол кісі микс жамағаттың пайда болғанын айтады. Бұған не дейсіз? Енді бізде ондай микс жамағаттар бар. Жалпы мына Диабанд жамағаты деген сияқты үнді пакистандық негізде азаматтардың тобы. Үнді Пакистаннан шыққан азаматтарымыз Талибан болсын, Диабанд болсын, Хакканилер тобы дейміз, ондай ағымдардың барлығы Ауғанстанда да бар. Яғни радикалды ханафилік бағыттағы топтар. Бұл жердегі мәселе мынау нәрсе. Қандай да бір азаматтар тек қана діни тұрғыдан ғана білім алып, тек қана діни тұрғыдан ғана өзін қалыптастыратын болса, жаңағы құқықтық мемлекетте, қалыпты санада, немесе жаңағы білім, зайырлы білім тұрғысынан, былай тарихи, мәдени тұрғыдан, жаңағы құндылықтық тұрғыдан деп атамыз. Қазір мысалы муфтиятта да осы дін мен дәстүр деген мәселені көбірек дәріптеуге тырысып отыр. Неге дейсіз ғой? Егер сіз муфтияттың қолымен де тек қана ханафитті оқытатын болсаңыз, радикалды азаматтар шығуы мүмкін. Ертең олар басқа альтернативті көзқарастарды ойлай алмайтындай азамат пайда болады. Яғни тек қана діннің догматикалық аргументтерімен ғана тәрбиелейтін болсаңыз баланы, ол содан басқа шаблонды қабылдамайтын болады. Зайырлы қоғам, намаз оқымайтын адам, жаңағы не болмаса құқықтық мемлекет деген нәрселерді түсінбейді. Сондықтан да ол менің түсінгенім, менің түсінген ақиқатым ғана деп қабылдайды. Сол үшін де жаңағы ханафилік бағыттағы азаматтар радикалды болмайды деген сөз емес. Ханафилік бағыттағы азаматтар көбінесе өздерінің қоғаммен етене байланысты сезінгеннен кейін ғана өздерінің қалыпты жағдайын сақтайды. Яғни қарапайым адамдармен араласа береді, қарапайым ортада жүре береді деген сияқты. Той томалаққа бара беруі мүмкін, әлеуметтік қатынастарда ешқандай шекара танымауы мүмкін. Енді ол 5 уақыт намазын оқып жүреді, бірақ қарапайым ортамен де байланса береді. Міне бұл адамды қалыпты жағдайда сақтап тұратын үрдіс. Ал егер ондай жағдай болмай, тек қана діни бағыттағы уағыздар, тек қана таңертең кешке дейін сондай тәрбие болатын болса, ол да жаңағындай радикалдық көзқарастарға өрнек қалуы мүмкін. Жаңағы сыртқы формасын соған алып келеді. Мысалы батыстағы Диабанд жамағатында сондай тенденциялар байқалады. Неге? Жаңағы төзімсіздік, басқа көзқарастарға төзімсіздік. Ал қоғам, зайырлы қоғам, әртүрлі көзқарастардың тоғысқан жері болғаннан кейін азамат, діндар азамат та оны түсіну керек. Иә, мен діндармын, өзім діндарлығын сақтаймын, бірақ басқа азаматтың өмір сүруге хақысы бар.
ол азаматтың да имандылыққа келуге алла тағаланың қолындағы шаруа деген сияқты дүниелерді салыстыра білу керек. Не болмаса мен бұл ұлтым менің мүддем деген тұрғыдан оны бағалай білу керек. Ал жоқ, ол намаз оқымайды, ол жаңағы күнәһар пасық адам, онымен байланыс орнатпау керек деген сияқты түсінік ханафи мазхабында бола тұрып келетін болса адамға, онда ол адамнан жаңағы Жақия мырза айтқан сияқты радикал тенденциялар байқалуы мүмкін. Бұл тіпті білім діни білім алып отырған кейбір орталардан да мен сеземін бұны. Яғни біз өзіміз имамдар дайындап жатқан, болмаса медреселерде оқып жатқан шәкірттердің де балалардың да санасына кейде осындай нәрселер болады. Өйткені неге? Олар уағыздың эмоциясына кіріп кеткен кезде өмірдің реалистік жағдайын бағамдай алмай қалады. Сол кездерде олар шетінсіз әрекеттерге баруы мүмкін. Бұл көбейетін болса, оларда өздерінің мінезін көрсетуі мүмкін. Сондықтан да жаңа айттым ғой, жалаң дін радикализм деген бір түсінік бар. Жалаң ақыл атеизм деген. Сондықтан да дін, ақыл, мынау парасат, рационализм, қоғамның реалистік өмірі бәрі азаматты білім жағынан болсын, тарихи жағынан болсын, азамат кругозор кең болса, көкжиегі кең болса, ол азаматтар бағамдай алады. Мен діндармын, бұл азаматпен де мен тіл табыса аламын, өйткені бұл да Құдайдың жаратқан пендесі деген сияқты дүние түсіне алады. Ал әйтпесе жаңағы медресенің изоляциясынан ішінен тәрбиелеп шығаратын болса, ол да көшеге шыға салып, мынау харам, мынау ширк деп айтып шығуы мүмкін. Өйткені ол құндылық не болмаса діни аргументтер біртұтас қой. Жаңағы агрессия танытпағанымен, қыру керек, өлтіру керек демегенімен төзімсіздік танытуы әбден мүмкін. Сондықтан да осы нәрсені назарда алу керек. Одан кейін жалпы ханафиліктің ішінде мынау қалыптасқан радикалдық формалар да бар. Өзіміз жаңа айтып отырған сияқты Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан жағдайында қалыптасқан радикал формалар бар. Егер сол тенденцияны, сол форманы алып келіп жатқан азаматтарға құлақ асатын болсақ, олардың жаңағы біз айтып отырған радикалды салафит бағыттағы жамағаттардан аса көп ерекшелігі байқалмайды. Намазы ханафи. Намазда ханафи отырады. Намазда ханафи, жаңағы әмин ішінен айтады, мешіттің шарттарын бұзбай, бірақ идеологияда радикал. Кәпірлер және біздер деген бөлімшектер болуы. Мен енді өзім біраз енді орталарда жүреміз, кездесеміз. Сол кезде енді басында мен де айыра алмайтын. Расында да ханафиттік бағытта намаз оқиды, сол жаңағы талаптарды орындайды. Біраз сұрақтардан кейін, не болмаса әңгіме барысында өзінің радикалдық жағын байқатады. Сонда ойлайтынбыз, бұл қалай? Не салафилік бағытта емес, не ханафилік бағытта емес сияқты айрым, бұл басқа ағым ба деген жаңағы сұрақтар туатын. Содан кейін мынау Талғат Жақияновтың енді айтқанына қараған кезде осы термин екі жамағат деп қосты ғой енді. Ханафиттік бағыттың арасында радикалдану бар деген сияқты. Менің де сондай жаңағы түсінік өзіме кірді, өзім сезініп отырмын. Әрине бұл енді қауіпті тенденция болуы мүмкін ғой мемлекетіміз үшін. Мүмкін, бірақ жалпы алған кезде ханафиліктің ішінде бір ерекшеліктер бар. Мына ғұрып, салт дәстүр деген дүниенің орны бар. Мазхабының өзінің теологиясында бар. Сондықтан да халықтың ерекшеліктері, мәдениеті, салт дәстүр деген дүниеге мен ханафи мазхабын мойындаймын деген адамда қарсы шыға қоймайды. Бұл бір артықшылық. Екінші жағынан жалпы қандай да бір діни білім беру ошақтарында, медреселерде, жоғары оқу орындарында мынау жаңағы біздің дәстүрлі мәдениетіміз бен ағартушыларымызды қатар беріп отыру керек деп ойлаймын. Өйткені азаматтардың, жастардың санасын қалай тәрбиелесеңіз солай қалыптасады. Сол үшін де біз дінге қазір шектеу қоя алмаймыз. Осы заманнан кейін, болмаса мынандай қоғамнан кейін діни шектеу, қандай да сенімдік шектеу болады деп ойламаймын, бұрынғы жаңағы кеңестік жүйедегі сияқты. Ал егер шектеу қоя алмайтын болса, оның бағытын біз бағыттап отыруымыз керек. Ал бағыттаған кезде өзіміз қандай діндарларды көруіміз керек, соны тәрбиелеуіміз керек. Оларға жаңағы білім беру жағынан, ұлттық құндылықтар жағынан, мәдениет жағынан, Қазақстан тарихы жағынан, қазақтың басынан кешкен діндарлық құндылықтар тұрғысынан, ағартушылардың өмірбаяны тұрғысынан сол нәрселердің қолжазбалар мәселесі бар. Қазақ ислам әдебиеті деген мәселе бар. Сол тұрғыдан балалардың санасына сіңіріп отыратын болсақ, олардан біз өзіміз жаңағы күткен азаматтарды, діндарларды көреміз. Сондықтан да менің ойымша олардың білім беру бағдарламаларына осы мәселелерді қосуды мұқият қадағалау керек. Және осы бағыттағы кадрлар дайындау керек. Діни ағартушылық жұмыстарын жасаған кезде, болмаса халықпен кездесулерді ұйымдастырған кезде азаматтардың осы бағытына көңіл көбірек бөлу керек. Өйткені халық дінді мазақтамайды, үйренгісі келеді, бірақ қалай үйренгісі келеді? Сонда біз оны жалаң дін емес, құндылық арқылы беруді жаңағыдай дәстүрге,
әдетке айналдыруымыз керек. Сонда халық діннен де жермейді. Исламофобия да қазір қатты туып келе жатыр, өзіңіз білесіз. Ислам десе радикализм, ислам десе қантөгіс, ислам десе орта ғасырларға кету немесе араб құлдық деген сияқты. Бұл да жақсылық қалып баратын дүние емес. Әрине. Сондықтан да бір шеттен екінші шетке аяқтың екі ұшы бар деген сияқты секірудің қажеті жоқ. Біз өзіміздің құндылықтарымызды, имандылығымызды, дінімізді, салтымызды, мәдениетімізді сабақтас құндылық ретінде дәріптей алсақ, одан ешкімге зиян келеді деп ойламаймын. Демек, біз бұл жүйемен қылмыстық құқықтық шеңберде сонымен қатар ұлттық құндылықтарымызды, рухани құндылықтарымызды ағартушылық арқылы, дәріптей арқылы күресуіміз қажет қой. Енді жалпы қорытындылайтын болсақ, бұл жерде екі бағыт болып тұр. Біреу радикализмге кетіп қалған азаматтармен біз құқықтық шеңберде қатаң күресуіміз керек. Одан кейін мынау аудитория, масса, көпшілік, қалың қара халық немесе өсіп келе жатқан ұрпақ, олар ертең осы ағымға түсіп кетпес үшін біз ұлттық құндылықты көбірек дәріптеуіміз керек. Сол кезде олардың ертеңгі сатының көбеюінің алдын аламыз және халықтың руханиятын қамтамасыз етеміз. Міне осы екі бағытта өте мықты жаңағы мақсатты жұмыс жасалу керек деп ойлаймын. Сонда біз жаңағы зардаптардан аз шығынмен құтыламыз. Әйтпесе бұның ары қарай ушықтыра беретін болсақ, қандай да бір жаңағы мүддеге негізделіп немесе жаңағы жалтақтыққа негізделіп үндемей отыра беретін болсақ, күн өткен сайын бұл нәрсенің тамыры тереңдей береді. Біздің шегетін зардабымыздың құны арта береді. Жақсы. Енді Кеңшілік мырза, елдегі діни ахуалға, жалпы алғанда дін саласындағы мемлекеттік саясатты қазақстандықтардың бағалау деңгейі қалай? Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізілген шығар? Енді әлеуметтану зерттеулердің нәтижелеріне мен бір көз салғаным бар. Жалпы алған кезде қанағаттанарлық деңгейде деп отыр. Жалпы тыныштық тоқсан дінде жасалып жатқан жаңағы саясатқа қанағаттандырушысының көрсеткіштері жоғары, ортадан жоғары. Олай болатын болса, бұл енді жалпы халықтың да мүмкін әлеуметтанушылық зерттеулердің шеңберінде ғана шешім қабылдау деген нәрсе емес. Мамандардың да, сарапшылардың да айтып отырған көптеген дүниелері бар. Бұл шеңберде де мемлекет жұмыс жасау керек шығар деп ойлаймыз. Енді ол әлеуметтану зерттеулер бір нәрсенің нәтижесіне байланысты жасала береді ғой. Бір нәрсенің біз тек қана нәтижесімен күресе берсек, біз жетістікке жете алмай қаламыз. Сол үшін біз алдын алу деген мәселелер ертең 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін, өкінішке қарай біздің дін саласындағы қызметте осы болашақты зерттеуге бағытталған зерттеулер өте аз. Мысалы, біз 20 жыл бұрын осы картинаны көргенде мүмкін мемлекет алдын алу жағынан кішкене озып кетер еді. Ал бізде қазір көп жағдайларда салдарымен күрес деген дүние басымдыққа ие болып отыр да, ертең 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін біздегі ахуал қандай болады дегенге зерттеу жасау орталықтары жоқ. Зерттеулер жоқтың қасы. Сондықтан да осы бағытта да мемлекет мықты зерттеулер жүргізу керек. Егер біз осылай жіберсек не болады, жібермесек не болады? Ал ертең алдын алу үшін қандай біз шараларды қазірден қабылдауымыз керек? Қандай кадрларды қазірден бастап дайындай бастауымыз керек деген сияқты. Өйткені көп жағдайларда кеш қалып қоямыз. Мысалы, қазір психолог мамандар, теолог мамандарға сұраныс өте жоғары, ал психолог, теолог дегендерді, дінтанушы психолог дегендерді біз бірнеше жылдардың көлемінде ғана бастадық. Шын мәнісінде радикалды азаматтардың тек қана теологиялық емес, олардың психологиясында да проблема бар. Әрине. Сондықтан да осы бағытта зерттеулер болатын болса, мемлекет кадр тағайындау мәселесі, ертең қандай да мектептерге пәндерді енгізген кезде мұғалімдерді жаңағындай ана тарихшылар оқи салсын, мыналар оқи салсын емес, арнайы мамандар дайындап қояр. Сондықтан да мемлекет процестің алдында жүру керек деп ойлаймын. Кемі 10-15 жыл. Арнайы мамандар дайындауға мүмкіндік бар ғой? Мүмкіндік бар, қазір потенциал бар. Қазір кадрлар құдайға шүкір қалыптасып қалды, ел деген ақпен қараны түсініп қалды. Ондай сарапшыларымыз бар. Солармен ақылдаса отырып, осы нәрселерді алдын ала жасаса жақсы болады деп ойлаймыз. Жақсы, Кеңшілік мырза. Соңғы сұрақ, Қазақстан толығымен діни қауіпсіз ел ме? Күш деп айтсақ та болады, мына қазақ халқының менталитетіне байланысты, мәдениетіне байланысты, темпераментіне байланысты, содан кейін мына жүргізіліп отырған саясатқа байланысты. Өйткені радикализмнің бір жағында саясат та бар. Мемлекетаралық келеңсіздіктердің ушығуы болатын болса, қандай да мемлекеттер олардың өшін терроризм түрінде алуы мүмкін. Біз бұны тек қана терроризм деген кезде діни терроризм емес, біз діни саяси экстремизм деп қолданамыз. Өйткені қандай да бір діни бағыттағы азаматтарды саяси мүддеге пайдалануы да бар. Сол үшін де мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты нәтижесінде
Біз қазір салыстырмалы түрде қауіпсіз мемлекеттердің қатарындамыз. Иә, бізде ағымдар бар, тенденциялар бар, кейбір жағдайлар бар, болашақта қауіп деген дүниелер бар. Біздің айтып отырған дүниеміз сол бағытта. Әйтпесе жалпы алған кезде саяси тұрғыдан болсын, діни радикалдық тұрғысынан болсын, азаматтарымыз жаппай бір радикализмге, жаппай бір сондай дүниелерге түсіп кетті деп айту қиын. Бірақ жаңағы топтардың болуы, бұл қандай да бір радикалды іс-әрекеттерді асырушы топтардың негізін қалыптастыратын ағымдардың Қазақстанда болуы бұл қауіп. Сол тұрғыдан біз алаңдаймыз. Яғни ертең мүдде қандай бір мүддеге пайдаланып кету қаупі бар. Айтпеген жағдайда мемлекет бұл бағытта менің ойымша дұрыс дипломатиялық саясат жүргізіп отыр. Өйткені қазір өзіміз жақсы білеміз, халықаралық саясатта, геосаясатта көптеген мемлекеттердің құрбандыққа ұшырап кетуі бар. Ол деген жаңағы саяси, геосаяси немесе әртүрлі мүдделерге, жаңағы пайдалы қазбаларға байланысты мүдделерге байланысты да орын алуы мүмкін. Сондықтан да мемлекеттің жаңағы барлық көршілермен, алпауыт мемлекеттермен дипломатиялық жақсы қарым-қатынас жасауда бізге бұл жағынан өте үлкен көмек көрсетіп отыр. Ал идеологиялық жағынан біз оны реттеп алуымыз керек, өзіміздің ішкі мәселе. Яғни ертең біреулердің қолшоқпарына айналып кететін азаматтармен тыныш кезде жұмыс жасап алуымыз керекпіз. Әйтпесе оларды сырттан бағыттау қаупі бар деген мәселе. Сондықтан да салыстырмалы түрде біз бейбіт мемлекеттердің қатарындамыз, осы бейбітшілігіміз ұзағынан болсын деп тілейміз, және соған құқықтық жағынан, құқылық жағынан қазірден бастап жұмыс жасауымыз керек. Жақсы, Кеңшілік мырза, сұхбатыңызға рахмет. Бүгін біз еліміздегі діни ахуал, проблемалары, оның шығу жолдары, қауіпсіздік мәселелері туралы ой қозғадық. Әрине, бірден шешілетін оңай мәселе емес, күрделі мәселе, көп жұмыстарды талап етеді. Сізбен біз болып бұл тұрғыда мардымды, кешенді түрде күресуіміз қажет. Сонда ғана қауіпсіз мемлекетті қалыптастыра аламыз. Енді бұл тақырыпты әрі қарай алдағы бағдарламамызда да сала мамандарын шақыра отыра жалғастыра беретін боламыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Мемлекетіміз қауіпсіз болсын. Осыған сіздердің әрқайсыларыңыздың үлестеріңіз қажет. Бұл дінмен күрес емес, бұл мемлекеттің қауіпсіздігі. Сізбен біз болып күрессек, мемлекетіміздің қауіпсіз болатынына кәміл сенемін. Келесі бағдарламамызда кездескенше қош сау болыңыздар.